сәлеметсіз ме, құрметті студенттер. Ануар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің дизайн пән оқытушысы Камбул Дана Рахымқызы боламын. Бүгінгі өтетін сабағымыз күнделікті стандарттық классикалық шоппер тігеміз. Ал енді бізге керекті заттар: мата керек, қайшы, сызғыш, бор және де шопперімізді сәндеуге арналған тоқыма жіптер, рамка және де арнайы суретіміз. Шопперіміздің сызбасын сызып көрсетейін. Қанша сантиметр кететіндігін шопперіміздің сызбасын көрсете кететін болайын. Бізге керекті өлшем бірліктер: шопперіміздің ені 32 сантиметр, ал ұзындығы 40 сантиметр болады. Және де оның ұстатқышы 63 сантиметр мен 65 сантиметр аралығында болады. Ал ені 6 сантиметр болады. Түрі бұл бізде өз матасы болып саналады. Бізге негізі бұл шопперге қатты мата және де созылмайтын маталар керек болады. Ал енді шопперімізді бастаймыз. Торлау машинасының көмегінсіз қалай тігу жолдарын сізге көрсетемін. Қиығын тігіп аламыз. 0,5 сантиметр қалдырып, сол тігіс арқылы жүріп шығамыз. Көпшін беруді ұмытпаймыз. Матамыздың керек емес қиықтарын алып тастаймыз. Бізде бұл матамыздың оң беті болып саналады. Оң бетінен біз 0,5 сантиметр қалдырып тігіп шықтық. Енді теріс бетін аударып, теріс бетінен тура жанынан 1 сантиметрдей қалдырып тіктеп шығамыз. Өзімізге тігуге оңай болуы үшін.
бірге тігеміз. Шопер сөмкеміз дайын болды. Енді бұны әсемдеу үшін маған керекті заттар өзінің суреті арнайы осы шоперге арналған, және де тоқыма жүктер, рамка. Міне сөмкемізге суретімізді салдық. Енді осыны әдемілеп әсемдеп шығамыз. Міне біздің шопер сөмкеміз дайын болды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.